Сәлем көрермен, сіздермен бірге мен Аружан. Бүгінгі видео менің афро өрімім жайлы. Видеоны бастамас бұрын міндетті түрде менің инстаграмыма және осы арнаға тіркеліп лайк бас. Сонымен бастайық. And it goes a little something like Жалпы осы өрімді мен тиктоктан көріп алдым. Бұл өрімді каникалонмен өреді. Ал менің каникалоным өте ескі, оған 4 жылдай болған. Сондықтан осыны аямай құртуға шешім қабылдадым. Себебі соңында көбісі өрімді шешкенде бұның бәрін қиып тастайды. Мен осы каникалонымды өте жиі қолданамын. Мен инстаграмымда көріп жүрген шығарсыздар осы каникалонымды. Сонымен бізге бірінші кезекте осыны бөліп тастау керек. Бөлу деген өте қиын болды, себебі бұл ескі, таралмаған, әйтеуір көп уақыт алды. Негізі осындай өрімдерді бөлек-бөлек қою үшін осындай нәрсені қолданады. Ондай менде әрине жоқ, сол себептен осындай шыққан өрімдердің бәрін мен ілгішке іліп отырдым. Мен бұны кеш бастаған соң ұйқым келіп кетті, солай бүгін тек жартысы ғана орындадым. Ал енді келесі күні мен бәрін бітірдім. Менде 8 өрімге 7-7-ден бөліп шықтым. Солай енді өруге кірісуге болады. Менің өрімді мен үлкен тәтем, бибінұр тәтем өріп береді. Және өрімге жалпы тарақ керек, су керек, сосын осындай кішкентай резинкалар керек. Негізі басқалар шашқа арналған гельмен жағады, бірақ біздер су қолданамыз. Себебі мен шашым онсыз да послушный. Жаңағыдай айта кеткендей, мен бүгін 8 өрім өремін. Және видео барысында бір өрімге қанша уақыт кететінін көру үшін таймерді қойып қойдық, сонымен көрейік. Жалпы ең тезі 6 минуттай бітті, бірақ қол үйреніскенше бізде тіпті 15 минутқа дейін барып отырды кейбір өрімдер. Мен осылай ілгіштен бибінұрдегі өрімдерді беріп отырдым. Тез таймлапспен видео қойып қойдым. Негізінде басындағы ойым осындай видеоролик қылып жасайын деген едім, бірақ өте деме шықты, ұнаған жоқ. Бірақ басқалардың үйреткенін сіздерге видеосында сілтемесін қалдырып кетемін. Жалпы жаңа каникалонның әр өрімін алып сыртқа қарай өреді. Жалпы болды. Енді осындай өрімді бірінші рет өргендіктен бізге көп уақыт кетті. Және бүгін біздер тек 5 өрімді өрдік, қалған 3-еуін ертең өреміз. Сонымен келесі күні барлық өрімді өрдік, және өрген соң міндетті түрде оны ыстық суға салу керек. Солай ыстық суда қайнатып, бәрін құйып, шашымызды соған батырамыз. Содан кейін міндетті түрде қасыңызға сүлгі алып алыңыздар. Ыстық судан шыққан соң олар тіктелген болып, әдемі болып көрінеді. Солай біздің нәтиже осылай шықты. Енді шашымдай болған соң кішкене боянып, инстаграм, тиктоктарға видео түсірдім. Және осындай шаш үлгісімен кез келген бас киім түрі, тіпті бас киімсіз да көп нәрселер жараса береді. Негізінде бұл шашты мен осы бүгін шешіп тастаймын деп ойладым, яғни кеше. Себебі бүгін менің племянницамның 1 жасы болды, сол туған күнді көп күттік. Және соған бола мен бүйтіп бармайтын шығарым деп ойладым. Ол жақта үлкен кісілер болады, ақ шашпен біртүрлі шығар деп ойладым да. Бірақ осы шаш маған қатты ұнап жүр. Қазір сосын қойш бір күнге болады шешпейтін шығармын деп әлі де ұстап келе жатырмын. Және мүмкін көбісі сұрақ қойып жатар, басында қалай жуасың деп. Кәдімгі шампуньді аласыздар, жуа бересіздер, ол ешқандай қиын емес. Керісінше бұндай шашпен жеңілірек жүруге, себебі шаш аз кірленеді, аз майланады, және керісінше бас көп уақыт бойы таза болып жүреді. Сондықтан ешқандай қиындық жоқ. Сонымен достар, осылай мен афро косичка жасадым каникалонмен. Ұнаса лайк бас. Осымен видео аяқталды. Сіздермен болған мен Аружан. Сау, ауырмаңыздар. Пока.